Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге ананас салатының рецептісімен бөлісемін. Менің YouTube арнама тіркеле кетіңіздер, әлі де көптеген рецепттер болады. Бізге қажет заттар ананас, жаңағы жүгері, грек жаңғағы, сыр және тауық еті және майонез. Тауық етін осылай майда етіп тураймыз. Содан соң салатын тарелкамызға салып, бетіне майонезді жағып шығамыз. Содан соң бағанағы ананасымызды алып, оны да майда етіп тураймыз. Содан соң бұны тауық етінің үстіне жақсылап қойып шығамыз. Үстінен тағы да майонезді жағып шығамыз. Содан соң жүгерімізді осының үстіне саламыз. Тағы да майонезді жағып шығамыз. Содан соң ірімшігімізді өткізгіштен өткізіп, осы салаттың бетін жақсылап жауып шығамыз. Міне, содан соң майонезбен тор жасаймыз. Жаңғақты әсемдік үшін бетіне қойып шығамыз. Содан соң ақ желкен немесе аскөк болса, оны жаңағы ананастың сабағы сияқты етіп қойып шығамыз. Салатымыз дайын, жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым.